Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің қыз сыны байқауымызға қош келіпсіздер. Бүгін біздің талантты да өнерлі қыздарымыздың сайысын тамашалауға шақырамыз. Достар, біздің бүгінгі сұлуларымыз, аруларымыз әртүрлі сайыстар бойынша жарысатын болады. Ең бірінші бізде таныстыру, одан кейін арулар өз өнерлерін көрсететін болады, одан кейін қол өнерлерін көрсететін болады, және де мына жерде модаға жүретін болады, және де ең соңғы шешуші бізде сұрақ жауап. Сол арқылы біз бүгін аруды анықтайтын боламыз. Достар, ендеше бірінші аруымызды қарсы алайық. Есімі Дана. Дана аруымызды қарсы алайық. Кәнекей бәріміз. Ал қошеметпен қарсы алыңыздар. Бірінші аруымыз Дана аруымыз. Келесі аруымызды қарсы алыңыздар. Адия аруымызды қарсы алыңыздар. Кәне қошемет көрсетеміз. Адия аруымыз. Керемет, міне сұлу да сымбатты аруларымыз. Енді келесі аруымызды қарсы алыңыздар. Айназым аруымыз. Кәне қошемет көрсетеміз. Айназым, міне сұлу да сымбатты аруымыз. Айназым. Достар, міне біздің үш аруымыз да ортаға шықты. Бірінен бір өтеді. Қазір кім жеңетінін соңына дейін көріңіздер, бірге тамашалайтын боламыз. Достар, ал ендеше аруларымызды қарсы алдық. Енді ең бірінші сайыс таныстыру сайысына кезек береміз. Бірінші аруымыз Дана аруымыз өзін таныстыратын болады. Атым менің Дана, ақылы бол Дана, бұл сайысқа кеттім жеңу үшін ғана. Жарайсың, Дана аруымыз өзін таныстырды. Келесі таныстыру бізде Адия аруымыз. Қарсы алыңыздар. Атым менің Адия, бұлады жасым 9-да, өнерім бар сан түрлі, ұнайтыны домбыра. Жарайсың, Адия аруымыз өзін таныстырды. Енді келесі Айназым аруымыздың таныстыруын қабыл алыңыздар. Айназым келе ортаға. Айназым деген атым бар, 11 деген жасым бар. Руым менің атын, күнде ішемін тарқын. Айназым аруымыз күнде тарқын ішемін дейді. Соқты жақсы көрем дейді. Жарайсың. Керемет. Достар, біз енді қыздарымыздың таныстыруын қабыл алдық. Енді екінші сайысқа кезек береміз. Екінші әр ару өз өнерін көрсететін болады. Тамашалаңыздар. Достар, бізде бірінші аруымыз Дана аруымыз. Дана аруымыздың өнерін тамашалаңыздар. Дана би-билеймін дейді. Дана аруымыздың өнерін тамашалаңыздар. Керемет, тамаша, Дана аруымыздың тамашалады. Керемет бейдегі. Бәріне бәріміз ду-қол шапалақ ұрып отырайық. Келесі аруымызды қарсы алайық. Адия аруымыз домбыра тартып беремін дейді. Кәнекей қарсы алыңыздар.
Dostlar, mine sizler bizning arumizning o'yinini tomoshaladingizlar, shu arumizning o'yinini tomoshaladingizlar. Endi qo'llarga kezak beramiz. Arularimizning o'z qo'lidan jasagan zatlarga kezak beramiz. Al dostlar, endişe biz arularimizning qo'llarga kezak beramiz. Eng birinchi dana arumizning o'yinidan o danamdan o'z qo'lidan ayu jasagan ekan. Adiya arumizda o'z qo'lidan ayu jasapti. Qo'limdan o'z mozaikani qastirdim. Oy, jaraysin. Uchinchi arimiz Aynazimning o'yinini tomoshalaylik. Men o'yin bergan qizil naqshda suratga soldim. Ademsinakan ko'rsa-chi? Ademsina kerak. Jaraysin. Arulamiz qanday o'yinni qarangizlar-chi. Shashbol. Adem. Keremet. Söz yok. Keremet. Önerli keremet ekan arulamiz ya. O'ta önerli ekan arulamiz ya. Do'stlar, biz qo'l yerda oyoqtadik. Endi kelishib kelsak bizga moda ko'rsatib bo'ladi arulamiz. Do'stlar, bizga endiga sayz 4-sayz. Bu sayzlar qizlar o'zlarining ajab kiyimlarini және moda ko'rsatib bo'ladi. Qarshi olingizlar, birinchi dana arulamiz. Dana. Al endi bizning eng so'nggi sheshuvchi saytimiz do'stlar. Men arularimizga suroq javob qo'yib bo'laman. Sol orqali arularimizni aniqlaydi bo'lamiz jengpazda. Do'stlar, mening eng alg'ashqi surog'im arularga qiz bolasina qanday qasiyatlar tan deb o'ylaysizlar? Qiz bolasina tan qasiyatlar ular o'qibda bo'lishi kerak, tartibda bo'lishi kerak. Ular ademi bo'lib yurishi kerak. Sonra qizlarga tan qasiyatlar ular qattiq kulmaydi, tartibda bo'lib, sipoyi bo'lishi kerak. Jaraysin, kelesi Aynazim. O'zingizdan o'qitib jaraysin. Baldarning
өзінше білім алып, ұқыпты, сыпайы болып жүру керек. Жарайсың, келесі Дана арумызға берейік. Дана, қыз баласы қандай болу керек сенің ойыңша? Ал Дана арумыз не дер екен? Дана арумыз қыз баласына қандай тән қасиеттер бар? Қыздар қандай болу керек екен? Қасиеті қыз тәртіпті болу керек. Сабағын жақсы оқу керек, иә? Қатты күлу керек па қыздар? Қатты Күлмеу керек, иә? Сыпайы болу керек, пысық болу керек, ұқыпты болу керек. Жарайсыңдар, аруларымыз бұл сұрақтың бәріне жақсы жауап берді. Рахмет жауаптарына. Менің келесі сұрағым мақал-мәтел. Әрқайсысына мақал-мәтелден қоятын боламын. Жоқ, мен қазір бір сұрақ қоямын, сендер соған жауап бересіңдер, иә? Кеттік ал. Достар, мен қазір Данаға бірінші мақал-мәтел қоятын боламын. Бірінші Данадан бастайын. Дана, қыздың жолы жеміске, алтын жол тәпішке. Молодец, дұрыс. Қазіргі жастардың мақалауы деймін. Келесі сұрақ менде Адияға. Ата көрген оқ жолы. Шеше көрген топышқа. Ай, молодец. Достар, бізде келесі сұрағым Айназым аруымызға. Айназым, қызын тәрбиелеген ұлтын тәрбиелеген. Жарайсың, молодец. Бірінен бірі озып тұр. Енді менің келесі сұрағым аруларға жаңылтпаш жасыратын боламын. Айтатын боламын, соны шатаспай айтулар керек. Ең шешуші осы жаңылтпашта. Данаға мен өзіне жасына лайық сұрақ. Қара Дана жаңылтпаш. Қыз қылықты қыз көрікті. Қыз қырықты көрікті. Ой, молодец. Адя, Гүлжан гүл терді, гүл тергенде күлді. Гүлжан гүл тергенде күлді. Молодец. Келесі бізде Айназымға. Айжан ақ орамал алды, ақ орамалды Айжан алды. Айжан ақ орамалды алды, ақ орамалды Айжан. Молодец. Оны аруларымыз көрдіңіздер ғой, бізде бірінен соң бірі өтіп жатыр. Достар, мінекей біздің сайысымыздың ең жауапты, ең мәресіне де жеттік. Бізде аруларымыз көріп отырсыздар, бірінен бір өткен білімді, бірінен бір өткен өнерлі, бірінен бір өткен сұлу. Сол үшін біз арулардың үш қайсысын бөліп жармай, бірінші орынды үшеуіне де береміз деп шештік. Бұл әділ шешім болды деп ойлаймын. Себебі аруларымыз бірінен бір өтіп тұр. Қайсысы бірінші орын, қайсысы екінші орын деп бөлмей, бәріне бірінші орынды беретін боламыз. Қазір біз аруларымызды марапаттайтын боламыз. Қабыл алыңыздар. Ал достар, біз аруларымызды марапаттайтын боламыз. Айназым арумыз құтты болсын, жеңісіңіз. Керемет міне. Одан кейінгі арумыз бізде Адия арумыз. Жеңісің құтты болсын, Адия. Одан кейінгі арумыз бізде Дана арумыз. Дана, жеңісің құтты болсын. Ең дәуі осы аруларда. Достар, міне біздің марапаттау рәсімімізде бітті. Ал енді арулар бірлеріңізді құттықтап қойсаңыздар болады. Құтты болсын жеңістеріңіз. Өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Осымен біздің қыз ару байқауымыз аяқталды. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.